Ассалаумағалейкум қарапайым мастер арнасының көрермендері. Бүгінгі видео өте ерекше болмақ. Себебі мен сіздерге Free Fire ойындағы Ледяной дракон скинін жасайтын боламын. Шын өмірде. Бұл скинді ешкім жасап көрмеген, сондықтан да мен сіздерге алғаш болып қазақша тілде жасап көрсететін боламын. Ендеше мені барынша қолдап, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Ал ендеше тамашалаңыздар. Ең алдымен мен бұл ака драконның сабынан бастадым. Яғни тік төртбұрыш рейка ағашын алып, өзіме керекті фигураны кесіп алып, сосын наждакпен жақсылап тұрып, қажетті денеге келтірдім. Менің бұл фигураны жасауға пайдаланған құралдарым канцелярский пышақ, наждак және электронды наждак, яғни болгарканың наждагы. Келесі кезекте мен ака драконның ортаңғы бөлігін жасау үшін рейка ағашын алдым. Ака дракон скиніне құсату үшін барынша осы скиндегі бар заттарды жасауымыз керек. Яғни мен панер ағашынан осы фигураны кесіп алдым. Достар, егерде видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Мені барынша қолдасаңыздар, осы видеоның екінші бөлімін барынша жылдам шығаруға өте керемет мотивация бересіздер. Бұл Қазақстандағы ең алғашқы мастерской каналдардың бірі. Менің бұл ака драконды жасауға пайдаланған ағаштарым панер ағашы, яғни 1 сантиметрлік, рейкалар әртүрлі және бөрененің кесінді ағаштары. Одан мен драконның магазинін жасайтын боламын. Енді біз өзімізге Free Fire'да ака драконды қойып, дәл соған қарап отырып, керекті ағаш фигураларын кесеміз. Біз оны барынша жылдам және әдемі текстеуіміз үшін, яғни бұрыштарын кетіру үшін болгарканың наждагын қолданатын боламыз. Маңызды үлкен бөліктерін біттік, енді біз кішкентай бөліктермен айналысатын боламыз. Біз бұндай кішкентай бөлшекті текстеу үшін өзімізге қолайлы бор машинканың наждак насадкасын қолданатын боламыз. Егерде бұл бор машинаға қызықсаңыздар, менің соңғы видеоларымда осы бор машинаға обзор түсіргенмін. Сол жерден ақпарат ала аласыздар. Және барынша шынайы болу үшін біз бұл кнопканы жай ғана қатыра салмаймыз. Оны шын ака секілді басып, қайтадан орнына келетіндей пружина орнатамыз. Енді біз осы ака драконның қаңқаларын біріктіретін боламыз, яғни момент желімі арқылы. Мен бұл желімді құрылыс дүкенінен 1000 теңгеге сатып алдым. Біз желімді жаққан соң үйіміздегі барынша ауыр заттармен оны бастырып қоямыз. Достар, келесі кезекте аканың алдыңғы бөлігін жасау үшін мен дәл осындай кішкентай ағаш фанерлерін және темір труба және қамыстың кішкентай домалақ кесіндісін алдым. Енді біз қайтадан жаңағы батырмамызға оралатын болсақ, жаңағы пружинаны қолданатын боламыз. Дәл видеодағыдай. Әрине батырмамын шығып кетпеу үшін оны біріктірген темірді балғамен ұрып бетін жалпайтып, екінші бетін супер желіммен жақсылап қатырып жібереміз. Беріктік деп осыны айт.
Енді біз жаңағы жұмысымызды қайталап, барлық қалып кеткен бөлшектерді желіммен жабыстырып шығамыз. Енді біз жаңағы орнатқан батырмамыздың орнын фанер ағашы арқылы жабамыз. Мына жерінде менде кішкене есеп қате кетті, яғни кішкентай жетпей қалды. Сол себепті мен осындай кішкентай фанерден желіммен жабыстырып жібердім. Енді біз қайтадан бор машина арқылы қолданып, дәл ойындағыдай арықшалар жасап шығамыз. Енді біз алдыңға ататын бөлігін жасау үшін дәл осындай шеңберді өлшеп, кесіп, тесіп аламыз. Сосын ыстық желім немесе басқа да супер желім секілді желімдермен жақсылап қатырамыз. Біз барлық жерін желімдермен жабыстырдық және барынша мықты болу үшін тағы да кішкентай темір кесіндісін шеге арқылы қағып жібердік. Артықтық қылмайды. Достар, міне видеоның ақырғы соңына келіп жеттік. Осы видеоның екінші бөлімін жақында шығаратын боламын. Сол жерде сіздер аканың соңғы бөлігін көре алатын боласыздар. Ендеше менің еңбегімді бағалап, лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Барынша өте керемет активность болатын болса, мен келесі бөлімді ертерек шығаратын боламын. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар достар.